Ақман мен Қараманның хикаясы. Қожа Ахмет Яссауидің есімі ел аузында жиі аталып, атағы тарала бастайды. Оның беделінің күн санап күшейіп бара жатқанын көрген Ақман, Қараман атты қара ниет бектер оны қалайда құртуды ойлайды. Бірде екі бек ханның өгізін ұрлап сояды да етті Яссауидің қорасына жасырады. Өздері ханға келіп арыз қылады. Сіздің әулие деп жүрген адамыңыз ұры екен. Күндіз елді басына көшіріп зікір салады. Қараңғы болса жұрттың малын ұрлайды. Кешегі жоғалған көк өгізді де сол сойып алды. Сенбесеңіз үйін тексерейік, жалған сопының тиісті жазасын берейік, дейді. Бектері қоймағасын, хан оларды ертіп Яссауи бабамыздың үйіне барыпты. Аттан түсер түспестен Ақман мен Қараман қораға қарай жүгіріп, өздері жасырған өгіздің терісін тауып алады. Ханға теріні мен көрсетемін, жоқ мен көрсетемін деп өзара таласып, тармасып ханға жетеді. Хан абдырап қалады. Сол кезде Яссауи атамыз: егер осы рас болса мені Құдай атсын. Ал егер жапқандарың жала болса, я Аллам, мына екеуін итке айналдыр. Аллаху акбар деп бетін сипайды. Сол заматта екі бек теріні тістелеп, ырылдасып жатқан екі итке айналады. Мұна сұмдықты көрген ел үркіп қаша жөнеледі. Хан екі итке қарап тұрып: әулиені сөккенің Құдайды сөккенмен бірдей, жала жабамын деп жаза таптыңдар, обалдарың өздеріңе, дейді. Хан Яссауи бабамыздан кешірім сұрап, кері қайтып